Құрметті оқырмандар, елдарда үміткер бар ма дейді. Елдар өзі жауап берсін. Сізде үміткер бар ма? Менде әрине бар үміткер. Иә. Несібелі деген қыз үміткер. 3 балам бар. Жаңа ғана келіп жатыр үміткер. Алдыңғы жолы келген болатын, бірақ таныстық тоқтап. Несібелі ханым бүгін өзі ғана емес, балаларымен бірге келіпті. Әрине. Әзіл деген 3 балам бар. Үміткерім бар. Несібелі ханымның 3 баласы бар. 3 баласымен студия төрінде. Енді таныстық қалай жалғасады, не болады барлығын бірге білеміз. Мадина, Фара мен Мадина әдемі жарасымды жұп дейді. Екеуінің жас айырмашылығы қанша дейді. Біздің жас айырмашылығымыз 10 жас. Ол кісі 30 секунд қалды, 30 секунд. Қазір ғана шымылдық ашылды. Күтпей қалдыңыз ба? Күтпей қалдым, шыны керек. Шоке болып отырмын, әлі де шоке болып отырмын. Сол сайда қалыптым. Шөде қазір асылады деп ойлаймын мен. Иә, солай. Онда Эфирде ашылмаған махаббат енді ашылып жатыр. Сол эфирді аяқтап болып күшті болып жатыр мына эфир. Солар аяқталды. Көзге жас келіп, жылағымыз келді. Бар. Расулдың әсемге сезімі бар ма дейді. Сезім жоқ. Сезім с деген әріпі жоқ. Сұрақтың да сұрағы болады деп, қате сұрақ ғой. Неге? Енді олар да байқаған, мүмкін сіз бүйтіп әсемге қарап отырғаныңызды байқап қалған шығар. Қойыңыздар, әшейін далбаса. Жалпы үміткеріңіз бар ма? Үміткердің Ö деген әріпі бар ма? Достар, маусымды осымен аяқтадық. Шыны керек қимастық бар, өткен маусымның басына келе жатырмын. Редакция ұжымына, Асылы ханымға, Камила ханымға барлығына өте көп рахмет. Ақылдарын айтатын кезде айтып, менің дұрыс емес істеген жерімде дұрыстап, барынша маған ақылдарын берді. 33-те, мен 23-те. Әше, Нұрай 10 жылға болмады ғой. Ол кісі 33-те, сіз 23-тесіз, 10 жас аралары, құрметті оқырмандар. 13 жасар баласы. Ой! Көп сабақ алдым деп айтайыншы, ақылдарын алып қазір сол ақылды өзіме қолданып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Қатысушылармен танысқаныма қуаныштымын, сондай орта тапқаныма, сондай жақын жандар тапқаныма өте қатты қуаныштымын.